Заводта болсаң күнбе-күн, көрінер еді табысың, дәрігер болсаң түрлемің, сырқаулы жанның бағышын. Ал сенің еңбек жемісің, өзгеше тіпті басқадан, ол өзін арнап ел үшін осынау жүрген жақсы адам. Ол ұстаз. Ал ұстазың өзі де, еңбегі де қарапайым болғанымен, ол халық үшін еңбек етеді. Басқа халықтардан кем болмас үшін біз білімді, бай, һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек дейді Ахмет Байтұрсынұлы. Ертеңгі күннің бүгінгі күннен асып түсуіне ықпал етіп, адамзат қоғамына алға қарай жетелеуші құдіретті күш ол білім. Білімді түрлендіруде, білім беру процесін реформалауда, зерттеуші мұғалім мен көшбасшы мұғалім жаңа формация мұғалімі ретінде орталық тұлға болып табылады. Осы орайда біздің басты мақсатымыз баланың тілін, ой-өрісін, қиялы мен шығармашылығын дамыту арқылы заман талабына сай жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру. Шәкірттеріммен оқу процесі жаңаша ұйымдастыру барысында оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыта отырып, жеке дара ерекшеліктердің ашылуына мүмкіндік алып, жеке тұлғаны қалыптастыру жолында білім берудің инновациялық, педагогикалық, технологиялық, жүйелі жұмыс барысында бүгінде көптеген табыстарға қол жеткізудемін. Көрнекті педагог Сухомлинский сабақ жасөспірімдердің интеллектуалды өмірінде құр ғана сабақ болып қалмас үшін қызықты болу шарт. Осыған қол жеткізгенде ғана мектеп жасөспірімдер үшін рухани өмірдің тілеген ошағына, ал мұғалім сол ошақтың құрметті иесі мен сақтаушысына айналады деп айтқан. Өйткені жай ғана сабақ құнарсыз тағам секілді адамның бойына шықпайды. Қызықты сабақтар мұғалімнің ашқан жаңалығы, әдістемелік ізденісі, қолданған әдіс-тәсілдер арқылы ерекшеленіп, оқушылардың белсенділігін арттырып, олардың жүрегінен орын алады.